баланы тозуға немесе түзеуге себеп болатын бірден бір нәрсе оның күнделікті көрген өнегесі деп. Дін дейтін болса бір тыйымдар, тоқтатулар, шектеулер деп ойлайды да. Біз енді кімге еліктейміз қазір жаһандану дәуірінде? Сіз өзіңіз шекараңызды қорғамайсыз. Сіздің шекараңызды мен қорғауым керек. Мысалға кішкентай қыз болатын болса, оның кумирі Маша болады. Тартып айтқан кезде тиктоктық әлемге кіріп бара жатырмыз ғой. Бәріміз қысқа нәрсені жақсы көреміз. Кезінде телевизордың дәуірі жүріп тұрған кезде адамдар ренжитін, не кітап оқымайсыңдар деп. Тәрбие тал бесіктен деген сөздер бар. Қазіргі уақыттағы тәрбие тал телефоннан болайын деп тұр ғой. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен тамаша қонағымызбен сұхбат, интервью түсіргелі отырмыз. Бүгін бізде қонақта Нұр-Мүбарак университетінің тәрбие және әлеуметтік даму департаментінің директоры, исламтану кафедрасының аға оқытушысы Шайзан Бауыржан ұстазымыз. Қош келдіңіз. Қош келдік. Ассалаумағалейкум. Бүгін енді жалпы интервьюімізде қазіргі осы еліміздегі бірегей университеттің тәрбие беру және бағыттау, бағыт-бағдар беру жүйесін және осы қоғамдағы түйткілдерді, проблемаларды шешудегі орны және пайдасы сияқты тақырыптарда сөз қозғап отырмыз. Сол үшін экрандың алдына жайғасып, бізге назар салып қарап отырыңыздар. Жалпы көрермендерімізге таныстырып өткеніміздей, өзіңіз қазіргі таңда Нұр-Мүбарак университетінің тәрбие және әлеуметтік даму департаментінің директоры қызметін атқарып жатырсыз. Енді осы еліміздегі бірден бір ислами діни білім беретін университет ретінде осы жақтағы жаңағы тәрбиелеу, жаңағы студенттерді бағыттау, өмірден жаңағы өзінің орнын табуға көмек берудің жалпы жүйесі, тәртібі қалай реттелгені жайлы бір ауыз айтып өтсеңіз. Машалла, бисмилля. Біздің енді университетімізге келетін негізгі жастар, бұл негізі дін саласының жастары. Дінді үйренсем, дінді ертең қоғамға дінді жеткізсем, сол арқылы білімімді арттырсам деген жастар ғой. Сондықтан бізге келетін жастардың ішінде негізгі жастар бұл дін арқылы өзін тәрбиелеуге, діннің негізінде тәрбиеленуге келетін жастар. Мысалы Ахмет Жүсіпбек Аймауытов бабамыз айтқан ғой, ағамыз, баланы тозуға немесе түзеуге себеп болатын бірден бір нәрсе оның күнделікті көрген өнегесі деп. Сол өнегенің негізінде біздің университетіміздің ұстаздары, университетімізде бұлдан қалыптасып қалған оқу үрдісі, бұл енді қазіргі бізге келген жастардың негізгі тәрбиеленуіне негізі көріп жүріп, соның артынан еріп жүруге тәрбиеленуге үлкен маңыз береді. Ал екінші жағынан бұл біз дінді бір жағынан құлшылық ғибадат ретінде қарайтын болсақ, екінші жағынан бұл ислам діні адам баласының өмір сүруіндегі үлкен орын алатын, қарым-қатынастағы өзін түзейтін ең үлкен маңызды фактор болып есептеледі. Себебі мынау Құран кәрімнің өзі негізгі бірінші бөлігі, бір бөлігі Алла тағаламен байланыс, адам мен Алланың арасында байланысты анықтайтын болса, екінші бір бөлігі нені анықтайды? Тәрбие, өз жеке адамның мінез құлқын, жүріс-тұрысын, қоғамдағы қарым-қатынасын, қоғамдық орнын анықтайды. Яғни жаңағы бірінші кезекте ол адам мен жаратушының байланысы болатын болса, одан кейінгі маңызды бір орынды рөлді атқарып тұрған ол адамдардың өзара қарым-қатынасы. Бұл қарым-қатынасы институты біздің ислам дінінде өте жоғары қарымдас. Бұл қарым-қатынас институты біздің университеттегі енді жаңадан мектеп бітіріп, өмірге табалдырығын жаңадан аттап басып жатқан, болашаққа бағдар алып жатқан студенттерді осы діннің ішіндегі біз кейбір кезде қоғамымыз мына нәрсені қарайды. Дін дейтін болса бір тыйымдар, тоқтатулар, шектеулер деп ойлайды. Негізі бұл дін дегенді қарайтын болсақ, толығымен бір үлкен адам өмірі сүруіндегі ең комфортный бір
өмір сүру моделінің бір бөлігі болып есептеледі да. Одан артық модельді мен енді жоқ деп айтсам болатын шығар. Себебі отбасылық қарым-қатынас институтынан бастап түгел мемлекеттік және мемлекетаралық мәселеге дейін осы дініміздің ішінде қамтылып кеткен. Және ол кездегі қандай адам өзін тәрбиелік саласынан қалай өзін ұстау керек, қарсыласына жаңағы алдындағы отырған не болмаса қасындағы көршісіне қандай қамқорлықта, қандай абайлықта жүруді үйрететін ол дін да негізі. Сондықтан қазіргі қоғамда біз дінді бір жағын көп үйренеміз жастар. Жалпы ибадат құлшылығын бір адам үйреніп алуы мүмкін. Бірақ оның мінез құлқын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің мінез құлқына байланысты Алла тағала Құран кәрімде мынау иннека ла хулуқун азим дейді, сен мысалға сондай ұлы мінезге иесің деп айтады ғой. Бұл ұлы мінезге не деген сөз қазіргі уақыттағы жастардың ең еліктейтін нәрселері бар. Біреу бір белгілі бір тұлғаға еліктейді, біреу футболистке еліктейді, біреу кино актерға еліктейді деген сияқты. Сол еліктеуге ең лайықты тұлға пайғамбар болғаннан кейін, ал оның бойында бұл мінез, тәрбие деген нәрсе ең көркем мінезінде кемелінде болған еді. Ал біздің енді қазіргі уақытта осы ислам Нұр-Мүбарак университетінде оқып жатқан жастардың көбісі бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәрбиесін бойына сіңіруге тырысамыз. Және онымен қоймай біз қазіргі уақытта қоғамда келе жатқан тенденциялар бар ғой. Өйткені біздің қоғам кезінде аталарымыздың кезінде күнде өзгеретін болса, қазір сағаттап өзгеретін болды да. Қоғамға бүкіл әлем мынау смартфонымыздың, интернетіміздің ішіне кіргеннен кейін бүкіл әлем бір алақандай ауылдай болып қалды. Мысалға сол әлемдің алақандай ауылда болып жатқан нәрсенің бәрібір діни ортада жүрген жастарға да әсер етеді, уақыты келеді. Өйткені біз қоғаммен бірге өмір сүреміз. Сондықтан қоғаммен байланыс деген мәселелерді біз міндетті түрде алға қойып отырамыз осы мысалға. Иә, негізі өте ауқымды жауап болды. Жаңағы бір қатар мәселелерді қамтып өттіңіз да. Енді соны бір рет-ретімен қозғап өтсек, мысалға жаңағы өте дәйекті бір ақпарат беріп өттіңіз. Жаңағы дін деген кезде қазіргі таңда көп жастар оны тек құлшылық, тек ғибадат деп соның төңірегінде ғана қарап жүреді. Бірақ дегенмен де дін деген ол тек қана ол емес қой, ол деген көркем мінез, ол деген адамдармен қарым-қатынас деген сияқты. Сонымен қатар жаңағы біршама тенденциялар, соның ішінде жаңағы цифрландыру, цифровизация, жаһандану сияқты ауқымды, көлемді, мынау біздің бір елімізді немесе бір шектеулі географиялық аумақты емес, бүкіл әлемді, бүкіл жаһанды қамтып отырған осындай бір үлкен ауқымды тенденцияларды қозғап өттіңіз. Соның ішінде жаңағы енді әлбетте жаһандану деген кезде жаңағы цифрлық құралдардың, технологиялардың дамуы ол әлбетте бірінші кезекте жағымды тенденция, себебі ол енді біздің өмірімізді жеңілдетуге бағытталып отыр ғой негізінен бірінші кезекте. Бірақ дегенмен де ол енді өмірімізді жеңілдететін, өмірімізді қолайландыратын жақтары енді айтпаса да түсінікті. Ол ақпарат алмасудың жылдамдауы, ол жаңағы жаһандық бір жүйенің ортақ тәртіптің, әлеуметтік желілердің енді жасыратын жоқ дамыған себепті біз жаңағы адамзат ғасырлар бойы жинаған қорды, мұраны қазір сағаттап, тіпті минуттап ақтарып тастайтын мүмкіндікке ие болып отырмыз ғой. Енді сонымен қатар енді әлбетте бұл бір қыры болатын болса, оның кез келген таяқтың екі ұшы болған сияқты екінші медальдің екінші жағы дейміз ғой. Сондай екінші қыры да болады да. Мысалға өзіңіз жаңа қозғап отырғандай, осы жаһандану процесі, жаһандану үдерісінің салдарынан біз жаңағы өзіңіз көтеріп өткенде еліктеу деген нәрсе бар. Еліктеу мәдениеті, еліктеу дәстүрі бар. Біз енді кімге еліктейміз қазір жаһандану дәуірінде? Жаһандану заманында жаңағы ғылымы бар, білімі бар,
өркениеті бар деп көптеген елдерге еліктейміз. Бірақ енді кейбір жағдайда біз олардың жаңағы ғылым, білім, өркениетіне ғана емес, олардың менталитетіне, мәдениетіне және өмір сүру образ салтына да еліктеп кетеміз да. Осы жайлы біраз сөз қозғап өтсек. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтады, оқу тәрбие жұмысы түзелмесе, жұрттың ісі түзелмейді дейді. Яғни біз оқу деген кезде бұл білімді меңзеп тұр ғой. Бұл білімді алу біздің дініміз өзі Алла Тағала Құран кәрімнің ең алғашқы аятының өзі иқра деп оқу деп түсірді. Яғни кез келген бір адамзатқа пайда беретін білімді үйрену керек. Жаңа ол бүгінгі заманның озық технологиясы болсын, бүгінгі замандағы озық зерттеулер болсын, бұның бәрі жастардың меңгеру керек нәрселер. Бірінші мәселеде. Өйткені ол бұл түзелмесе қоғам дамымайды. Бұл түзелмесе біздің еліміздің дамуы алға соқпайды. Бұл түзелмесе біздің қоғамдағы әлемдегі орнымыз белгіленбейді, жастардың дамуы. Ал енді білім ала беріп, соның ортасында тәрбие болмай жататын болса, бұл да қоғамды күйдірететін нәрсе. Мысалға, Әл-Фараби бабамыздың тәрбиесіз алған білім адамзаттың хас жауы дейді ғой. Бұл сөзге қарайтын болсақ, жаңа сіз айтып отырған мынау тенденция, кейбір Европадан, батыстан келіп жатқан кейбір шет елдердің менталитеті біздің менталитетке сіңіп жатқан кезеңдері бір жағынан алып қарайтын болсақ, бұл белгілі бір дәрежеде үлкен қауіп деп есептеймін. Себебі енді біздің мынандай қазіргі уақытта ең соңғы уақытта келіп жатқан тенденцияның болмаса ең соңғы уақытта бізде қазір күшті қорғалып жатқан тақырыптың бірі мынау әркімнің өзінің шекарасы болу керек деген мысалы. Ал біздің рухани, біздің ұлттық тәрбиемізге келетін болсақ, қарапайым қызды 40 үйден тыю дейді. Бір үй тәрбиелемей деген, оны 40 үй тәрбиелейді екен, жан-жақтап. Яғни көшеде кез келген адам, біздің ауылда тұратын, болмаса бір белгілі бір аумақта тұратын, бір аумақтағы кез келген адам ол қыз балаға тәрбиелік мақсатта өнеге көрсетуге, біріншіден оның бәрі біз кей кезде түсініп жатамыз, айта беру деп. Ай қыз ананы істеме, мынаны істеме деп. Ол емес. Өнеге көрсету бірінші. Екінші мәселе, соған бір жақсылықты үйретуге талпыну екен. Егер осы нәрсе тоқтайтын болса, қоғамда қарым-қатынас тоқтайды. Біздің қазіргі уақытта мынау жастардың ортасында қазіргі күнде үлкен тенденция болып бара жатқан осы әлеуметтік желінің болмаса бір цифрланған заманның бір зияндарының бірі оқшалану деген мәселе болып жатыр да. Әркімнің әр әлемі өзінің қолындағы телефонында. Виртуалды әлемге кіріп кетеді. Виртуалдық әлемінде бар. Және екінші бір мәселе бар, әркімнің өзінің жеке бір қоршап қойған шекарасы бар. Оның өзінің ұстанымына, жастардың, оның бір өзінің бағытына, оған біздің жаңағы өзінің қойып алған шекара бір нормалар бар. Егер ол нормаларынан басқа сырттағы бір адам тисе бастайтын болса, өте бастайтын болса, бұдан қарсы реакция пайда бола бастайды. Ал енді біздің дініміз бұл мәселеде қалай тәрбиелейді деген сұрақ келеді адамға. Әрине, дінде адамның құқығы, адамның ар-намысы, адамның хақысы деген нәрселер бар. Ал бірақ біздің дініміз ислам, оны былай тәрбиелейді. Қасымыздағы мен сіздің, сіз екеумізді мысалға алатын болсақ, сіз өзіңіз шекараңызды қорғамайсыз. Сіздің шекараңызды мен қорғауым керек. Қалай? Яғни, мұсылманның алдындағы міндеттері деген бар. Мұсылманның хақысына кірмейді деген нәрсе бар. Қазір уақытта біз көп жастарымыз осы мәселені қатты мән бере бермейді. Мұсылманның хақысына кірмейді. Мысалға, мұсылман адам ауырып жатса, екінші бір мұсылман оның хал жағдайын сұрау, оның міндеті болып есептеледі. Болмаса біздің жаңағы исламдағы үлкен оқиғалардан келіп отырып, мысалы, көршісі аш отырып, өзі тойып тамақ жемейтін болған деген сияқты. Қараңыз, сонда келесі бір адамның кейбір шекаралық өзінің жеке бір құқықтарын қоғам болып қорғау керек та. Жеке өзін қорғау шарт емес. Сол кезде сіз қауіпсіз қоғам құрасыз. Ал біз жаңағы әркімнің өзінің шекарасын құрып бір нәрсе құру, ол бір біздің сырт көзге қараған кезде бір қауіпсіз қоғам құрып жатқан сияқтымыз. Тәрбие қылып, соны біз күнделікті насихатталып, кейбір жерлерден, бірақ ол қауіпсіз қоғам болып есептелмейді.
Өйткені әрбір шекара пайда болған басайын, ол шекараны бұзатын адам пайда бола бастайды. Ал егер оны қоғам болып, басқа бір келесі бір адамның құқықтарын қорғай бастасақ, онда бұл тұрған адам келесі адамның құқығын қорғайды. Сонда бізде өркениетті дамыған, тәрбиелі қоғам пайда болады. Иә. Демек, айтқаныңызды дұрыс түсінген болатын болсам, ол ең бірінші кезекте мысалға жаңағы адамның құқықтарын қорғау мәселесіне келіп отырмыз ғой. Егер мысалға енді жалпы өзге әлемде енді жасыратын жоқ, батыс әлемінде, батыс қоғамында бірінші орында кезекте ол жеке адам, индивид, жеке тұлға өзі тұратын болса, біздің танымымызда, пайымымызда, түсінігімізде, дәстүрімізде, дінімізде ол жеке адам емес бірінші орынға қойылатын, ол қоғам. Қоғам. Иә. Мысалға мына жақта жаңағындай әркім өз шекарасын, өз құқығын, жаңағы өз ақысын былайша айтқан кезде өзі қорғап, өзі күйттеп жүруге тиіс болатын болса, бізде ол жаңағы әркім өз қарабасын күйттемейді. Ол ең бірінші кезекте ол қоғамды, қоғам оны ойлайды деген нәрсеге келіп отырмыз ғой. Иә. Енді бұл енді қазіргі уақыттағы жастардың тәрбиесі, оған діннің қандай әсері бар деп жатқанға осы тақырыпта сөйлеп отырмыз ғой. Мысалға біз енді біздің өзі исламның ең үлкен санатын нәрсесінің бірі ол кітап, Құран. Оны енді бағанада айтып кеттім, оқу деп. Оқу деп айтып кеттім де. Алла Тағала өзі ең бірінші аяттың өзін оқу деп түсірген болса, сол оқумен адам көп тәрбие білім алады екен да негізі. Оқумен. Қазіргі уақытта мынау екінші бір тенденция бізде қазір мынау қысқартып айтқан кезде тиктоктық әлемге кіріп бара жатырмыз ғой. Бәріміз қысқа нәрсені жақсы көреміз. Яғни ұзақтан ұзақ сөйлегенді, болмаса жаңағы сөздеріміздің өзі қысқарды. Ассалаумағалейкум, асым болды деген сияқты да. Бұның бәрі тиктоктық қысқарған заман болып бара жатқан кезде кейбір жасы біз үлкен буын, ересек буын деп атайық. Ересек буынның жастарға бергісі келіп тұрған тәрбиесін жастар қабылдау өте қиын да. Өйткені біз ересек буындар ұзақ тәрбиені жақсы көреміз да. Көбірек ақыл айтқанды, ұзақ рет сөйлегенді, біртіндеп алып келгенді. Ал біздің қазіргі уақыттағы жастарға бұл мынандай болу керек, бәрін жинақтап, ең керектісін алып беру керек. Сол себептен мынау сүттің бір ана қаймағын сүзіп алған сияқты. Қаймағын сүзіп алған сияқты, соны алып келгісі келеді жастарға. Бұл енді жамандық нәрсе емес деп ойламаймын, бірақ енді бір нәрсенің қаймағын алып, ең құндысын бойына сіңіре білсе, ол жастарға үлкен жақсылық. Ал бірақ соны біреуден күтіп отыру, ол үлкен қауіп та. Мысалға өздігінен ізденбеу дейсіз ғой. Жоқ, ізденетін жастар бар, білімді жастар бар. Бірақ оның қаймағын алып келуді біз мынандай нәрселерден көп аламыз да. Қазіргі уақытта мысалға өте қысқа нәрсенің қорытындысын алып келсе, біз соны жақсы көреміз. Ананың қорытындысын жастар. Түйінін ғана ала салса ма? Түйінін ғана ала салса. Бірақ ол түйінге жеткенге дейінгі адамды тәрбиелейтін көп нәрселер бар. Ол процесс болу керек дейсіз ғой. Процесс болу керек. Мысалға, мынау кітап оқу деген нәрсе тенденция қазір төмендеп бара жатыр ғой біздің қоғамда. Осы кітапқа оқу деген нәрсе төмендеп бара жатыр. Серке Қожамқұлов ағамыздың бір жақсы бір сөзі бар. Кітап өмірдің ұстазы деген. Сондықтан кітапты көп оқу керек деген. Күнделікті оқуға оқитын әдетке айналдыру керек деген. Егер кім кітапты оқуға күнделікті айналдыратын болса, ол үлкен мүмкіндіктерге жол ашады. Және адамды түзеуге жол ашады деген ол нәрсе. Сонда біз осы уақытта әрбір кезеңнің ұрпағын, әрбір кезеңнің жастарын мысалға алатын болсақ, біздің әкелеріміз деп айтайық, ағаларымыз бұл кітаптың заманында өткен да. Өйткені интернет жоқ. Ақпарат алудың ең үлкен көзі кітап болса, қазіргі уақыттағы ақпарат алудың, тіптен тәрбие алудың, тіптен үйіміздегі балаларымыздың өзінің тәрбиесін берудің құралына мынау телефон айналып кеткен да. Мысалға баланы алдап жұбатудың орнына телефон беріп жұбатамыз. Ол мультфильм көріп тыныш отырса болды. Ешкімге тимесе, далаға шығып кетпесе, үйдегі бір сынатын заттар сындырып қоймаса, ол жақсы да, телефон көріп отыра береді деген сияқты. Телефонның ішіндегі тәрбие ол біздің жаңағы
дініміздің, біздің ұлтымыздың, біздің дәстүріміздің беретін тәрбиесіміз ол. Өйткені оның ішінде қазақилық тәрбие жоқ, біріншіден. Қазақи тәрбие жоқ. Сондықтан біздің кейбір балаларымыздың жастайынан оның кумирі, бағана біз айтып кеткен бір үлгі, кімді үлгі тұтуымыз керек, кімді үлгіге алуымыз керек деп жатамыз ғой. Сол кезде оның, мысалға кішкентай қыз болатын болса, оның кумирі Маша болады. Бұзақы Маша. Оның көретін сол ғой. Көретін сол болады да. Болмаса оның екінші балаңның несі жаңағы бір супермендер. Соған еліктейді. Соған еліктейді. Өйткені қазір мысалға тілі шығар шықпастан бастап паук деген сөз айтады да жастар, бала. Тәрбие. Ол да тәрбиені неден алып жатыр? Белгілі бір тәрбие. Қазіргі уақытта біздің қоғамның басты тәрбиесіндегі үлкен анти тәрбиесі телефон болып жататын болса, белгілі осыдан бір 10-15 жыл бұрын, 20 жыл бұрын мына смартфон шықпай тұрған кездерде 10-15 жыл бұрын ғой. Негізгі тәрбие көзі телевизор болған еді. Қазір телевизор көрген баланы біз қуанамыз да. Кезінде телевизордың дәуірі жүріп тұрған кезде адамдар ренжитін жаңа, не кітап оқымайсыңдар деп. Телевизор бұны құртатын болды дейді да. Бұның тәрбиесін құртатын болды. Бұның тәрбиесін бәрі телевизордың ішінде дейтін еді. Қазір біз егер мен балам телевизор көріп отыратын болса, мен қуанам. Өйткені мен балам телефондары, жаңа бағана біз айтып кеткен батыстың болмаса басқа бір жердің жаңағы мәдениетін өзінің бойына сіңіріп жатқан жоқ. Ең құрығанда телевизордан балапан көріп отырса, біздің қазақи ұлттық тәрбиені сіңіреді бойына. Деген адамдардың белгілі бір кезеңде өте үлкен қауіпті болған нәрсе, келесі кезеңге келген кезде тәрбиенің бір жақсы құралына айналып кетуі мүмкін. Өйткені біздің тәрбиеміз қалай кетіп барады деген сұрақ келеді осы кезде. Мысалы біздің немізге, тарихымызға қарайтын болсақ, тәрбие тал бесіктен деген сөздер бар. Қазіргі уақыттағы тәрбие тал телефоннан болайын деп тұр ғой. Яғни тал бесік деген нәрсе орын өзгеріп жатыр. Бірақ дегенмен біз бүгінгі күнде осы нәрсені ойланатын болсақ, біз баламызды болмаса осы қазіргі уақыттағы қоғамдағы жастарды, әсіресе мынау жаңадан үлкен белеске, үлкен өмірге есік ашып, университетке түсіп, оқуға түсіп, белгілі бір оқу орындарына келіп жатқан жастарды тәрбиелеу деген нәрседе, тәрбиелеу деген мәселеге қаттырақ көңіл бөлетін болсақ, енді біз 100% ол біреудің бір 18 жыл белгілі бір отбасында алған тәрбиесін өзгертпеуіміз мүмкін, бірақ тәрбиелік ұстанымдарын өзгертуіміз мүмкін да. Оған ең үлкен жақсы құралдың бірі бұл дініміз болып есептеледі. Себебі біздің дініміз біреу арқылы тәрбиеленбейді. Мен барып айтпаймын оған. Мынаны былай істеме, мынаны былай істеме деп. Оның егер ол намазға келетін болса, оның намазы. Оразасы болса, оразасы. Біз қарапайым оразамыз бір ай ораза ұстаған кезде өтірік айтпайсың. Балаға сөз сөйлемейсің. Іспен тәрбиеленді. Дәл сол сияқты мынау намаз оқитын бала болса, Алла Тағала өзі Құран кәрімде айтқан, біреулердің намазы бар, тәрбиесі дұрыс емес деп жатамыз. Бірақ негізі ол намаз оқымайтын бұзақы болып, көшеде арақ ішіп жүрген адамның тәрбиесінен өте керемет оның тәрбиесі. Өйткені оның намазы бар да. Өйткені Алла Құран кәрімде өзі айтады, инна солата танха анил фахша дейді. Шындығында намаз арсыздықтан тыяды дейді. Арсыздық деген нәрсе тәрбиесіздіктің сөзі, тәрбиесіздік дегеннің синонимі да. Енді біздің қоғамда сонда немен тәрбиелейміз деген кезде, қоғам біріншіден тәрбиелеуге осы біздің дініміздің рөлі өте жоғары деймін. Және біздің тағы бір үлкен бір жақсы құралымыз бар. Бұл бізде дәстүр деген өте жақсы құрал бар. Дәстүр деген құрал өте жақсы. Маған осы дәстүріміздегі кез келген үлкен адамның алдынан кезіп өтпеу, үлкеннің сөзін бөлмеу дегендер қатты ұнайды. Себебі оны тыңдай білген адам ертең тыңдата алады. Бір сөзді тыңдай білген адам екінші адамды тыңдата алады. Егер ол тыңдай білмесе, ешкімді тыңдата алмайды. Қарапайым бір ғана. Үлкеннің алдына сөз түспей, өйткені ол жүретін жолыңды бағыттап береді біздің. Сол сияқты дініміз, егер дінді шынайы түсінген жас болатын болса, мен бағана басында айтып кеттім, біз дініміз тек қана құлшылықтан тұрмайды, дініміз қарым-қатынастан да тұрады дедім мен. Адамдар мен адамдардың арасы қарым-қатынас. Ал енді адамдар арасы қарым-қатынас түзеу үшін
осы дінді ұстанған кез келген азамат дінді шынайы түсінетін болса, діннің құндылықтарын бойына сіңіре алатын болса, оның бойында біраз тәрбиелей алмайтын заттар өзгереді, мінездер өзгереді. Иә. Анау басқа құралдармен реттелмеген, басқа құралдармен тәрбиеленбеген қасиеттерін тәрбиелейді дейсіз ғой. Тәрбиелейді, иә. Өйткені мен өзгермеймін деген адам болмайды. Егер кез келген діннің осы намазға келіп, діннің белгілі бәрін түсінбесе де, діннің бір азғантай бөлігін түсінген азамат өзінің өткен өміріне қарайтын болса, онда нені көреді? Өткен өмірінен ол ұялатын болады. Мен ана жақта ақымақтықпен мынандай нәрселер істеген екенмін ғой, мен соны жақсы деп көргенмін деп. Сол кезде адамның құндылығы өзгереді. Қашан осы нәрсе келеді? Мысалға, адамның қазіргі уақытта жастардың ішінде құнды нәрсе болып мүмкін қыз баланы алайық, ашық-шашық киініп жүру, оның дене бітімінің әдемісін көрсету ол үшін қазір құнды болатын болса, ол өзін еркіндік деп ойлап жүр ғой. Еркіндік деп ойласа, ертең ол мүмкін Аллах хидаят беріп, намазға келіп, орамалын тағып, ұзын көйлегін киіп, етек жеңін жаба бастаса, ол құндылығы басқа нәрсе өзгереді. Оның жаңағы бұған дейінгі құндылығы мысалға еркіндік деп сол нәрсені түсініп жүрсе енді оған деген, мына қазіргі кезде ол уже ол нәрсенің еркіндік емес екенін, керісінше кейбір жағдайда өзіне зиян екенін түсінеді дейсіз ғой. Енді оны біз дәл қазіргі уақытта бағана бір айтып кеткен қызға 40 үйден тыю дегеніміз жоқ болғаннан кейін, біздің ол тәрбие рычагы құралы жоқ қазір. Қазір біз ағайын туысқанымыздың қызына ақыл айта алмаймыз. Өйткені ол өзі біледі. Осы қоғамның өзі білетін жастарына. Егер оны қаттырақ оның сөзіне тиіп айтатын болсаң, оны білетін тағы бір адамдар, оның әке шешесі бар, мен қызымда нең бар дейді. Біз жаңағы қоғам жеке-жеке болып тәрбиелеп жатырмыз ғой. Ал енді егер қоғам бірлікте тәрбиелейтін болса, осындай бір келеңсіздікке тап болмайтын едік та. Өйткені қазіргі уақытта жастарды тәрбиелейтін нәрсе біздің дәстүрімізде қаншама заманнан, ғасырлардан бері келген ол институт, ол тәрбие жүйесі, ол жаман тәрбие жүйесі емес негізі. Кез келген ұлт өзінің жаңағы бір сөз бар, ұлтымды сақтаймын десең, қызыңды сақта деген. Рухымды сақтаймын десем, ұлымды сақта деген. Сонда қыз ұлттың ұйытқысы болып тұр да, ол рухтың ұйытқысы екен да. Ұлды сақта деген сөз, ол рухтың, сол елдің айбынды болуын алып келеді екен да. Сол елдің қорғанышы ғой. Қорғанышы. Қыз оның несі ұйытқысы болып тұр. Көрдіңіз, ұлтты сақтайтын негізгі қыз. Ал сол қыз баланы бүгінгі күнде тәрбиелеуіміз, оны өзінің ата-бабасының дәстүрінен, ұстанған дінінен алыс тәрбиелесек, әрине оны дамытпа деп жатқан жоқпыз. Біз бүгінгі күндегі тенденциялардан қалып кетпесін, ойбай смартфон ұстамасын, тағы не, анау бір белгілі бір озық оқу орындарында оқымасын деп жатқан жоқпыз. Оқысын. Бірақ сол оқуға дейін, сол жаққа жіберейін деп тұрғаннан бұрын, оның негізгі ұстанымдары, құндылықтарын бойына енгізіп жүру керек. Ол оның бір фундаменті болу керек қой. Фундаменті болу керек. Егер құндылықсыз келген болса, ол бос шелек сияқты. Ол жақта нені қойып жібересің? Соны ала береді. Соны алып кетеді. Егер оның толтырып жіберетін болса, құндылығын, яғни тәрбие багажын толтырып жіберетін болсаңыз, оның тәрбиесін ешкім де бұза алмайды. Ол тәрбие багажын толтыратын бірақ нәрсе бар, деп айтсақ болады. Бұл біздің дінімізбен біздің ұлтымыздың дәстүрі, тәрбиедегі. Осы өте маңызды қазіргі жастарда. Біз енді оны ескіліктің көзі деп қарайтын шығармыз көбіміз. Ескіліктің көзі. Кейбір жастар сөйтіп ойлауы мүмкін ғой. Ескіліктің көзі, ол бір артта қалушылық деген нәрсе мүмкін. Бірақ дінге қарайтын болсақ, бүгінгі күндегі ең атақты бір адамның жеке дамуына қатысты сөйленіп жатқан спикерлердің, қоғамда тәрбиелеп жүрген бізде коучер, тағы не бар? Тренерлер деген. Тренер, коуч. Азаматтар бар ғой, азаматтар мен азаматшылар. Бұл кісілердің істеп жатқан, айтып жатқан ісін, егер діннің төңірегіне алып келетін болсақ, бәрі сол аятты Құранда бүйтіп айтты, хадисте бүйтіп айтты деп айтпаса да соған алып келеді. Мағынасын соған келтіреді дейсіз ғой. Бірақ оны кім айтты деп айтады? Оны Европаның бір зерттеушісі айтты, мынау кісі айтты деп айтқаннан кейін бізге өтімді ол. Ал негізі біздің бұрыннан ұстанып келе жатқан дініміздің, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірін алып қарайтын болсақ,
біздің бүгінгі күнде айтып жатқан тайм менеджменті болсын, реформатор болсын, бүгінгі күнде айтып жатқан жаңағы не дейміз, жаңағы мышление дейміз, оның бәрі пайғамбарымыздың заманында да болған, біздің ата бабамыз да соны қолданып келген. Біздің ата бабамыз оны қолданып келген. Сонда біздің ата бабамыз ешкімнен көштен қалып кеткен жоқ. Осынша жерді сақтауға, осынша жерді қорғап қалуға, ұрпағына аманат етіп қалдырып кетуге сол кезде не түрткі болды дейтін болсақ, оның ұстанымдары түрткі болған да. Олардың құндылықтары. Құндылықтардың ішінде елін сүю, елі үшін жанын беру. Қазір егер бағанағындай біз белгілі бір шекараларды өзіміздің қоршап алып, шекаралардың өмір сүретін болсақ, шекарамыздың ішінде өмір сүрсек дейсіз ғой. Иә, елдің шекарасы бос қалады ол кезде. Ал отанды сүю ол иманнан да. Адам имандылықтың негізінде болады. Ол отанды сүю ол бір тәрбиенің үлкен құралы. Еркекті еркек қылып тәрбиелеу, қызды қыз қылып тәрбиелеу, бұл отанға деген, елімізге деген ең үлкен біздің беретін құндылығымыз. Жаңағы енді өте құнды ақпараттар айтып өттіңіз да, соның ішінде маған енді ерекше көңіліме әсер еткені мына айтып отырмыз ғой, жаңағы қоғамның жаңағы бір адамды тәрбиелеуші институт ретінде қарастыратын болсақ, мысалға жаңағы айтып өткеніңіздей, енді шынымен де қазіргі таңда мысалға қазір енді тас атса коуч пен тренерге тиетін болды ғой, енді қазір заман сондай болып тұр өзі. Көп жағдайда енді бағана менталитет айырмашылығына келіп тіреліп тұрмыз ғой, қайтадан сол дәстүр, менталитет, болмыстың айырмашылығына келіп тіреліп тұрмыз да, тағы да. Жаңағы өзіміз жаңағы көп еліктеп жататын, енді ол рас, еліктейтіндей де жаңағы ғылым, білім, технология, өркениет бар. Бірақ енді ол ғылым, білім, өркениеттен бөлек жаңағы менталитет, дәстүр деген нәрсе тағы бар ғой. Сол жаңағы ғылымның, білімін үйренеміз деп, игереміз деп, кейбір жағдайда менталитетінде, дәстүрінде жаңағы фильтрсіз, сүзгісіз енгізуге тырысып жататынымыз да бар да, енді рас, оны да енді терістеуге келмейді. Бар. Сөйткеннен кейін жаңағындай қайшылықтар туындайды ғой, соның салдарынан. Жаңағы тұрып, енді әлбетте ол біз енді мысалға қазақ халқы болғаннан кейін біздің енді бірінші болып үңілетініміз, дәстүріміз, ол өзіміздің тарихымыз, өзіміздің болмысымыз ғой, қанша дегенмен де жаңағы. Содан кейін де жаңағындай қайшылықтар туындайды дегім келген ғой. Ол жақта мысалға басты құндылық адамның өзі, өзіндік шекаралары болатын болса, біздің мысалға дінімізбен жаңағы дәстүріміз сабақтасқан біздің менталитетте адам өзін бірінші орынға қойғаннан гөрі ол жаңағы өзінің әуелі отбасын ойлайды, отбасына жауапкершілік алады, отбасынан кейін жаңағы әулет сөйтіп кеңіп бұл жаңағы шеңбер қоғамға дейін келу керек қой. Келу керек. Және бұл тағы бір нәрсе бар, мысалға біз өзімшілдік, жеке бастың, сіз айтып отқан расында бұл қазір қоғамдағы өте бір емделмей жатқан, адамдарды қынжылтатын бір көріністердің қатарына жатады. Мысалға біздің дәстүрде қоғам болып өмір сүріп, қоғамды көбірек ойлау, еліңді ойлау да біз. Егер қашан біз жеке басымызды ойлай бастаймыз, анау қайтса үйтсін. Ең бастысы менің қарным тоқ болса болды, менің көйлегім бүтін болсын, менің көйлегім көк болса болды, қалғаны үйтсін. Бұл нәрсеге алып келеді ертең. Егер біз сол дәстүрімізді, дінімізді дұрыс ұстанбайтын болсақ, көршінің баласы қандай болса сондай болсын, бірақ менің балам дұрыс болса болды. Бірақ біз биік забор салып соның үшін өмір сүрмейміз ғой. Баламызды ешкіммен араластырмай қоймаймыз. Ол бәрі міндетті түрде араласады. Егер ол бұл реальный өмірде, шынайы өмірде араласпайтын болса, виртуальный өмірде араласады. Көршінің баласымен. Шын өмірді тыйсаң да виртуальный өмірді тия алмайсың. Сондықтан ол бәрібір содан сіңіретін нәрсесін сіңіреді. Өзімді қанша ойласам да, мен қоғамдағы жаңағы кетіп бара жатқан тенденциядан қалып кетпеуім нетуі мүмкін. Қашып құтыла алмауы мүмкін. Енді бұдан не туындайды? Бұнан туындайтын нәрсе, енді мен қоғамдағы тенденцияға еріп кетеді екен.
одан қашып құтыла алмайды екен, онда мен оны өзгертуім керек. Дұрыс, ғылымды үйрену керек. Оны ғылымды үйрену ол өте маңызды. Ол басты бүгінгі күндегі жастардың негізгі уайымы болу керек дейсіз ғой. Орынға қоятын ол нәрсе білімді үйрену керек, ғылымды үйрену керек, жаңа технологияларды меңгеру керек. Бірақ не нәрсені меңгеріп жатқанын, не нәрсені алып жатқанын, не нәрсені қоғамға сіңіріп жатқанын өзіңіз айтып кеткендей бағанағы фильтрсіз алып біле беруге болмайды. Өйткені оның фильтрі не деген сұрақ келеді осы жерде. Ненің негізінде фильтр жасаймыз? Жақсы, бір жақсы нәрсені үйрендік. Оны біз ненің негізінде фильтр жасаймыз? Деп осы сұраққа жауап ойланып көретін болсақ, оны біз арғы бармай қояйық. Біздің дінімізден ала салайық. Ата бабамыз танып келген, оны дәстүрге айналдырып жүрген дінімізден ала салайық та. Мысалға, нені келтірсек болады? Көрші ақысы. Қазақ күшті айтады. Көрші ақысы, Құдай ақысы дейді. Сосын бір жақсы сөз бар бізде. Жасы үлкен адамның бәрі балам деп сөйлейді. Көрдіңіз, балам деп сөйлейді. Біздің дәстүрімізде күшті нәрсе бар. Бізде ана жақсы бір әдемі мақал бар ғой, өзіме қатты ұнайды. Жаңағы атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Бұл не деген сөз? Бір адамның баласы болмайды, бір адамның. Қоғамның баласы бол, елдің баласы бол. Өйткені біз жаңағы үлкендер балам деп сөйлеген кезде қасында тұрған бала, ау аға, ата, көке деп айтамыз ғой. Содан кейін ол ақылын айтады. Бала мұның дұрыс емес десе, ол бала неге болу керек? Дұрысталу керек. Оны белгілі бір тайтпен ешқашан дұрысталмайды. Оны үйретумен дұрыстайды. Үйретумен дұрысталады. Ол біздің тәрбие негізінде уақытта біз көбін ақыл айтамыз. Қазіргі уақытта көп тәрбие саласында ақыл айтатын адамдар, тәрбиедегі көп істеп жүрген адамдар сөйлеп тұрған кезде басқа адам, бірақ іс-әрекеті басқа адам болуы мүмкін. Сөзбен ісі алшақ жатуы мүмкін. Мысалы, қарапайым біздің жаңағы әлеуметтік желіден көп көретін роликтердің ішінде мысалы әкесі жаңағы темекі тартып тұратын болса, баласы сосын баласына темекі тартпа деп айтып тұрады. Мысалы, ол кинолардан басқа жерден көріп, арақ жаман, арақты ішпе деп айтады. Бірақ өзі ішіп отыруы мүмкін да. Сол сияқты ол жақсы Алла тағаланың тыйым салған нәрселер болсын. Бірақ бізде қоғамды тәрбиелеген кезде, жастарды тәрбиелеген кезде мынандай нәрсеге тәрбиелеуіміз керек. Біздің бойымыздан сол жастарға беретін нәрсе болу керек. Ол жастар біздің бойымыздан үйрене алатын нәрсе болу керек. Енді менің бойымнан үйренетін зат болмағаннан кейін, ол кімнен үйренеді? Ол сол кинодағы актердан үйренеді. Ол барып бала мультфильмнен үйренеді. Ол жаңағы Европадан болмаса шетелден бізге менталитеті де, өмір сүру үрдісі де бізге жат келетін бір неден үйренеді? Ортадан барып үйренеді. Ал ол үшін біздің қазіргі уақытта біз кейбір кезде мынау біз өте бір жақсымыз, адам өзін жақсы көрсетіп, қазір бір орта жастағылар болса, ой, қазір жастар қиын, жастар бүлінген. Жастар бүлінген дейміз да енді. Аға болумен. Жастар не болып барады? Бұл жастар қазір қиын, бұларға не істейміз деп бір уайымымызды көрсеткіміз келеді. Бірақ сол уайымымызды іспен көрсетуіміз керек та біз. Оларға үлгі бола білетіндей. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір өміріне мысал алып көрейік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам барлығы сол мешіт салып жатқан кезде, болмаса қандай бір істе болатын болса, ол өзі бірінші жүретін болған еді. Кірпіш тасып. Болмаса бір жаққа сапарлатып кетіп бара жатқан кезде, жорыққа кетіп бара жатқан кезде, отын жинауға бірінші шығып кетіп деген сияқты. Ана енді ойлаңыз, енді менің қасымда пайғамбар жүрген болса, мен ол кісіні орнынан қозғалтпауым мүмкін да. Қазіргі уақытта бізде көп бастаушы, тәрбиелеуші бір адамдардың жаңағы наставник дейміз ба, олардың бәрі отырады да жұмсаумен айналысады. Жұмсаумен айналысады. Сен ананы істеп кел, сен мынаны істеп кел. Бірақ өзі еш нәрсе істемеуі мүмкін. Өзі бағыт беріп қана отырады. Өйткені ол ақылды ғой да, ақылмен. Ақылды береміз да. Бірақ негізі ең тәрбиенің маңызы ол іспен жасалған тәрбие. Егер отбасыда, кез келген отбасыда балам дұрыс тәрбиеленсін десе, әкесі мен анасы, шешесі намазда тұрса, ол балаларда тұрады. Ол үйде Құран оқылса, ол балаларда Құран. Ол үйде өтірік айтылмайтын болса, қоғам ол балаларды өтірік айтпайтын болады. Бірінші болып үлгі болу керек дейсіз ғой. Енді үлгі болмай жатса жастарға.
Үлгі таппаса ше. Не істейміз? Үлгі таппаса, үлгі адамзаттың асыл болған пайғамбардан қарау керек екен үлгіні. Жастар өзі көз ашық, оқып, тоқып, көруге болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ислам дінін ұстанатын үмметіне не үйретіп кетті? Не көрсетіп кетті? Қасындағы сахабаларға қандай үлгі-өнеге көрсетті? Деген нәрсені қарауымыз керек екен да бізде. Біз бір-бірімізді кінәлап жүрміз. Үлкендер жастар бұзылып бара жатыр деп кінәлаймыз. Жастар үлкендер дым үйрете алмайды, үлгі бола алмайды, немене қылып жүр деп кінәлаймыз. Екеуі бірін-бірі кінәлайды. Бірін-бірі кінәлайды. Біз кінәлауды жақсы көреміз негізі. Ешқашан өзіміз кінәлі болғымыз келмейді ғой. Кінәлаған оңай ғой енді. Оңай да, өйткені біреуден кінә іздесең, сен құтылдың болды. Жауапкершілікті лақтыра салдың ғой. Бағана басында айтып келе жатқандағыдай, жауапкершілікті әрбір қоғам мүшесі мойнына алу керек. Тәрбиелеу қоғамды тәрбиелеуге әр адамның үлесі болу керек қой. Әрбір адамның үлесі болу керек. Бір адам бәрін үлгі өзгерте алмауы мүмкін, бірақ қоғам болып өзгеруге болады. Қоғам болып бірігіп, қоғам болып жұмылу керек қой. Мысал ретінде бір нәрсе айтайық. Бір көше мусор болып жатыр дейік пе? Лас, қоқыстарға толып жатыр. Өткен адам бір-бір қоқыстан алып қоқыс жәшігіне сала беретін болса, ол көше кешке дейін тап-таза болуы мүмкін. Егер өткен адамның бәрі қоқыс тастай берсе, ол көше қоқыстан ешқашан тазармайды да. Ал біз жаңағы ойымда қоқыс тастап қойып, мен де тастай салайын деп тастап кете беретін қоғамға айналып бара жатырмыз қазіргі уақытта. Тәрбиенің негізі бізде қайда болу керек? Мен де соған бір үлес қосайын деген нәрсе болу керек екен адамда. Өйткені қазір осы ал енді сол біз қоғамды тәрбиелеу, қоғам жастардың бағыты, оны кім тәрбиелеп жатыр деп бағанан сөйлеп жатырмыз. Бірақ негізгі тәрбиенің өзегі бұл қайтадан айтамыз, діннің төңірегінде. Өйткені үлесі өте көп. Мысалға, бір Құранның өзінен сізге айтайық, шындықты сөйлеу туралы қаншама аяттар бар. Және оның үшіншісімен бар. Тек шындықты сөйлеу. Біреудің хақысын жемеу туралы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінен бұл діннің үйреткен үлесі өте көп. Біз оны алғымыз келмейді. Анау бар ғой жаңа. Сабын жаман деп айтады дейді. Сабыннан пайда жоқ. Себебі сабын пайдасы болатын болса, мынау маңайда кір болмайтын еді деп айтады дейді. Сабын пайда болса, неге кір адамдар бар дейді ғой. Кір адамдар бар дейді ғой. Ал негізінде ол сабынды пайдалану керек қой. Алып, қолын кезіп, жуып, сосын барып қолдансаң, қолың таза болады да. Сол кір жерді сабын жағып жуу керек. Ал сол қоғамдағы бұзақылықты, қоғамдағы келеңсіздікті тәрбиелейтін нәрсе сол діннің ішінде бар да. Оны алып тек қана қолдану керек. Оны пайдалану керек дейсіз ғой. Пайдалану керек. Үйрену керек, оны алу керек өмірімізге, өміріміздің бір айнымас бөлшегін айналдыруымыз керек. Егер оны айналмайтын болса, біз жаңағы сабынның мысалында жүреміз. Өйткені дінде кемшілік жоқ. Кемшілік адамдарда ғана бар да. Соны қолдана алмаған адамдарда. Қолдана алмаған адамдарда. Кемшілік сол жерде. Ал біздің дініміздің қоғамды тәрбиелеуде, жастарды тәрбиелеуге, еліміздің мынау өркендеуіне қосатын үлесі өте жоғары, бірақ оны біз пайдалана алмаймыз қазіргі уақытта. Пайдаланбағаннан кейін айтамыз ғой, пайдасы ол, опасный ол. Діннен абайлаңдар деген нәрсеге алып келеміз. Бір теріс көрінісі. Теріс көрінісі. Егер сол бір қателікті бір дінні ұстанушы бір жастың бойынан, болмаса дін ұстанушы бір азаматтың бойынан көріп қалатын болсақ, біз азаматты, сол адамды кінәлау, сол адамның қателігі деп ойлаудың орнына діннен көреміз. Бірден дінге өтіп кетеді ғой. И оны бірден біз тәрбие рычагынан алып тастаймыз, ол тәрбиелейтін емес. Сөйтіп асығыс шешім қабылдап жүреміз ғой. Асығыс шешім қабылдайды. Қоғамның көп бөлігі сондайда. Сосын басқа жақтан тәрбиелеуге тырысамыз. Бағана айтпақшы, тиктоктың заманы демекші, қазір тез шешім қабылдап тастағымыз келеді ғой. Тез арада қалыптасқымыз келеді бір нәрсеге. Бірақ оны қалыптасу үшін белгілі бір уақыттар керек. Адам өзінің бойындағы қателіктерін мойындай білу керек. Оны қателікті мойындамайтын адамға ешқашан ешқандай сыртқы күш тәрбиесін өзгертпейді, ұстанымын өзгертпейді, және оның мақсатын бекітіп бере алмайды. Жалпы көп рахмет. Бүгінгі осында уақытыңызды арнайы бөліп келіп бізге мағыналы, салиқалы
сұхбат беріп, жаңағы ойларыңызбен бөлісіп отырғаныңызға. Енді көрермендерге бір айтар бір ауыз түйін сөзіңіз болса, сонымен қорытындыласақ. Көрермендерге айтатын бір түйін сөз. Біз өзімізді түзеуде, болмаса жастарды түзеуде ешқай жақтан күтіп отырмауымыз керек емес. Бірінші өзімізден бастау керек. Қашан біз өзімізді түзей бастаймыз, өзімізді дұрыстай бастаймыз, және өзіміз асыл дінімізді түсіне бастаймыз, толыққанды, бір қырынан емес. Бағана айттым ғой, мен құлшылық қана деп түсінбей, оны толық өмірімді реттейтін бір үлкен механизм ретінде түсінген кезде, мен онда қоғамды өзгерте аламын. Қоғам соған өзгереді. Онда мен пайғамбар айтқан, Алланың бұйырған нағыз мұсылманы боламын. Егер оны мен толық түсінбей, бір бөлігін ұстап алып, жұртты кінәлап жүретін болсам, қоғам ешқашан түзелмейді. Сондықтан бұл асыл дінімізді түсінуде, оны өміріміздің бір бөлшегі, айнымас бөлшегі етіп айналдыруда біздің қосатын үлесіміз, болмаса соған бір жүгіретін, соны ұстауға тырысатын күш жігеріміз көбірек болу керек иншалла. Және де сіздерге де Алла разы болсын. Шығармашылық табыстар тілейміз. Бұл бағдарламаңыз арқылы көптеген адамдарды, осы еліміздің азаматтарын туралыққа, дұрыстыққа жетелей беруге Алла нәсіп етсін иншалла. Көп рахмет, айтқаныңыз келсін. Осы жерде енді өте ауқымды, келелі, бір күрделі, белгілі бір деңгейде тақырыптарды қозғап, жастарға болсын, аға буынға болсын, өте пайдалы, салиқалы ойлар айтқаныңызға, ойларыңызбен бөліскеніңізге сізге Алла разы болсын дейміз. Енді көрермендерімізге айтарымыз, егер осы сұхбат көңілдеріңізден шыққан болатын болса, бізге лайк қойып, каналымызға тіркеліп, осы сұхбатты достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Көріскенше күн жақсы, амандықта жүздесейік. Ассаламу алейкум.